Сәлем достар, дәл осындай дәмді болып шығатын, тойымды болып шығатын рассольник дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы видеоға лайк басып, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. Бұл жерде мен өте жақсы пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Рассольникті дайындау үшін ең алдымен қазанға ет сүйегі бар етімізді саламыз және үстіне мұздай су құйып, бірінші қатты отта, қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Содан кейін қанды көбігін аламыз, астын басып, баяу отта қайнатып пісіреміз. Одан кейін бізге перловка керек. Перловка деген өте көбейіп кетеді, сол үшін кішкентай ыдыспен дайындап аласыз. Алдын ала содан кейін жуамыз. Су мөлдірегенше мұздай суға жуып аламыз. Содан кейін үстіне ыстық су құйып бұқтырып аламыз. Мінекей бізде етіміз қайнады, қанды көбігін алдық. Енді ішіне бұқтырылған перловкамызды салып, яғни етпен бірге перловканы пісіріп аламыз. Міне салмасына мен үкіштен өткізілген морков, жуа, чеснок және картоп төрт-піштілеп дайындап қойдым. Міне жуа мен чеснокты қуырып алдық. Одан кейін үстіне үкіштен өткізілген морковты салдық. Және шамал қуырылғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзын, көп салуға болмайды, тұзын, сосын бұрышын салып, тағы да шамал қуырдым. Бұқтырдым десем де болады. Одан кейін мен үстіне картоп қостым. Картоптың үстіне томат қостым. Осылай кішкене піскенше, орташа піскенше қуырып, бұқтырып алдым. Осы салманы қазір пісіп қалған еттің сорпасына саламыз. Сол кезде сорпаның түсі, дәмі кіретін болады. Мінекей мен ішінде піскен етті осылай ұсақтап турап, сүйегінен бөліп сорпаға қостым және салмасын қостым. Бұл жерде қазір оны түсіруді ұмытып кеткенмін. Міне қасында пісіріп жатқаным сол жаңа салмасы. Осындай болып шығады. Майын аздау қойдым, себебі мен сорпа майлы болғасын. Мінекей қосқан кездегі видеом. Содан кейін ұсақтап туралған қиярымызды қосам, соленый огурцы. Одан кейін соның банкідегі су бар ғой, соны шамал ғана алып құямыз бетіне. Бәрін дұрыстап араластырып, дәмін қараймыз және дәміне қарай тұзын қосамыз. Бетін жауып, шамал бір 15 минуттай қайнатамыз, баяу отта. Және одан кейін сөндіріп, тағы бір 5-10 минуттай бетін жауып, тағы бұқтырып аламыз. Біздің рассольнигіміз дәл осындай болып шықты. Негізі сұйық болып шықты. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Сізге бұл рецепт пайдалы болады деген ойдамын. Сау болыңыздар.